Кептірілген жемісті көбірек жеңіз. Жемістердің пайдасы бәрімізге белгілі. Дегенмен қыс маусымында оларды табу қиын. Бірақ бұл мәселенің шешімі бар. Оны кептірілген түрлерімен алмастыру керек. Сонда ағза өзіне қажетті минералдардан тарықпайды. Бұл жемістің балғын жеміс-жидектерден айырмашылығы сусыз болуы. Кептіру кезінде ондағы пайдалы витаминдер мен минералды заттардың жартысы жоғалады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Әйткенмен натрий, магний, калий, кальций, темір және пектин сынды микроэлементтер менен жасұнықтар сол күйінде сақталады. Кептірілген жеміс-жидектердің құрамындағы пайдалы элементтер қан қысымын қалпына келтіріп, шаштың түсуін тоқтатады, тырнақты қатайтады, жүрек жұмысын жақсартып, жүйкені тыныштандырады және ағзадағы артық суды шығарады. Сонымен қатар қандағы гемоглобинді бір қалыпты ұстап, барлық клеткаларды оттегімен қоректендіреді. Асқазан және ішек жұмыстарын бір қалыпқа түсіреді. Ал олардың жеке дара пайдасы мынадай. Кептірілген алмұрт. Құрамындағы биологиялық белсенділігі өте күшті заттар иммунитетті көтеріп, ағзадағы зиянды токсиндерді шығарады. Кептірілген інжір. Жемістің құрамындағы ерекше ферменттер ас қорытуды жақсартып, ағзаны темірге байытады, ал басқа жемістермен салыстырғанда калийге өте бай. Ананас. Оның құрамындағы витаминдер өте көп, әсіресе А, С, көмірсу, жасұнық, магний, йод және берамелин ферментіне өте бай деп жазады. Осы элементтердің арқасында ас қорытуды жақсартады. Кептірілген банан. Құрамындағы көп мөлшерде қант болатындықтан адамға мол қуат береді. Кептірілген манго. Бұл жеміс ағзаны қажетті барлық минералдармен қоректендіріп, қандағы қант құрамын төмендетеді. Теріні жасартатын қасиеті де бар.